Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Ауданда қандай пән мұғалімдері жетіспейді? Қарасайлық педагогтардың тамыз кеңесінде тағы қандай мәселелер айтылды? Бәрі мұғалімдерге директорларға айтады, ешкімді шектеудің қажеті жоқ. Көксай ауылында жасырын цех әшкереленді. Салық төлеуден жалтарып, пайдаға кенелгісі келгендер алкоголь өнімдерін заңсыз шығарып отырған. Задержана группа лиц, осуществлявшая изготовление и реализацию алкогольной продукции с учетно-контрольными марками, не соответствующими ГОСТу. Цехтан 2 тоннадан астам спирт тәркіленді. Тұтынушы сатып алған әр зат үшін фискалды чекті талап етуі дұрыс па? Салық кодексінің 166 бабына сай, олар қолма-қол ақша жүретін жерде міндетті түрде бақылауды кассалық аппарат болу керек. Қаскелең KZ қаламыздағы бірнеше ақылы автотұраққа арнайы рейд ұйымдастырып, олардың кәсібі қаншалықты заңды екенін тексеріп көрді. Сендерді алдап не алған? Қандай ма? Бізге мынандай фискальный чек керек еді. Оны білмеймін. Биылғы оқу жылын ұстаздар қауымы жақсы жаңалықтармен қарсы алып отыр. Таяуда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев білім және ғылым атты тамыз конференциясына қатысып, еліміздегі білім сапасын көтеру мақсатында кешенді шаралар қабылдау қажеттігін алға тартқан болатын. 3 ауысымды мектептерді түбегейлі жою, 12 жылдық оқу бағдарламасына көшу барысын пысықтау, білім гранттарының мақсатты бөлінуін қадағалау, қазіргі таңда елде тапшы мамандарды дайындау, мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде мектеп құрылыстарын тиімді жоспарлау, балалар арасындағы суицидтің алдын алу, пән мұғалімдерінің жетіспеушілігін жою, ағылшын тілін 5-ші сыныптан бастап үйрету сияқты тағы да басқа өзекті мәселелер көтерілді. Бұдан бөлек жергілікті әкімдіктердің мұғалімдерді жұмыс күші ретінде пайдаланып, сенбіліктерге мәжбүрлеп шығаруына тыйым салып, олардың еңбек ақысын 4 жыл ішінде 2 еселеуді тапсырды. Не прекращается порочная практика, когда местные акиматы зачастую злоупотребляют своими полномочиями, задействуя преподавателей в административных целях, разного рода мероприятиях, не имеющих никакого отношения к системе образования. Я поручаю правительству принять срочные, можно сказать, кардинальные меры по решению указанных проблем. Жақында ғана білім және ғылым министрі Аймағамбетов үкіметті педагог мәртебесі туралы заң жобасымен таныстырды. Енді депутаттарымыз мақұлдап жіберсе, сынып жетекшісі мен дәптер тексерген мұғалімнің жалақысы 2 есеге артады. Магистр дәрежелі ұстаздардың жалақысына 25 мың теңге қосылады. Педагогтың жазғы демалысы 14 күнге ұзарып, 56 күн болады. Мұғалімнің балаларына бақшадан бірінші кезекте орын беріледі. Ал балаға сабақ беріп отырған жерінен алып шығып, өз жұмысын ұстазға артқан пысықтарға 20-дан 120 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Мұғалімнің кәсіби функциясына кірмейтін міндеттерді жүктеуге, шамадан тыс есеп беруге, негізсіз тексерулер жүргізуге тыйым салынатын болады. Құқық бұзушылық субъектіне байланысты мұғалімдерді өзіне тән емес функцияларға және артық есеп беруге шақыртқаны тартқаны үшін 20-дан 120 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл заң жобасында қарастырылған. Жаңа оқу жылының қарсаңында Қарасайлық ұстаздар қауымы да бас қосты. Жиынға аудан әкімі Жандарбек Ермекұлы қатысып, мұғалімдер алдында білім саласына, жалпы аудандағы әлеуметтік экономикалық жағдайға байланысты мәселелер туралы әңгіме етті. Алдымен аудандық білім бөлімінің басшысы Жарқын Нұрғалымов көлемді баяндама оқып, өткен оқу жылының қорытындысын жасады. Бас педагогтың сөзіне сүйенсек, ауданда барлығы 54 мектеп, 4285 мұғалім бар. Былтырғы оқу жылын 57338 оқушы аяқтаған. Оқушылардың саны артқандықтан 11 мектеп 3 ауысымда білім беруге мәжбүр болған. Бұл проблеманы шешу мақсатында бірқатар білім мекемелеріне жапсар жай салуға, күрделі жөндеуге қаражат бөлінген. Бір айта кетерлігі, бірнеше жылдан бері шешімін таппай келе жатқан үлкен мәселе ол IT ауылындағы Қосынов мектебінің ғимаратының апатты жағдайға түсу қаупінің алдын алу болатын. Осы мақсатта аудан әкімі Жандарбек Ермекұлының бастамасымен жаңа мектеп құрылысын жүргізу үшін жер телімі қарастырылып, IT ауылына мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 1200 орындық мектеп құрылысы жүргізіліп қолданысқа берілді. Бұдан бөлек білім сапасы 63,7%-ді құраған. Басқа да көптеген жетістіктер алға тартылды. Жарқын Нұрланұлы білім саласындағы кей проблемаларға да тоқталды. Атап айтқанда, ауданда орыс сыныптарында сабақ жүргізетін пән мұғалімдері жетіспейді. Инклюзивті білім беруге байланысты арнайы мамандардың тапшылығы бар. Дегенмен ата-аналарды қызықтыратын бірыңғай мектеп формасы, оқушылардың қауіпсіздігі, кітап жетіспеушілігі сияқты басқа сұрақтар алқалы жиында қозғалған жоқ. Ал мінберге шыққан аудан басшысы алдына қойылған баяндаманы оқып бере салған жоқ. Керісінше білім саласындағы жалпы аудандағы келелі мәселелерді қозғады. Сенбілікке мұғалімдерді шығару сияқты даулы мәселені назардан тыс қалдырмады. Баста бір мемлекет, бір ауыл жазбай, бір аудан біздің жазарыз. Мұғалімдердің бәрі көшеге шығып кетті. Шықпай ақ қойыңыз. Мен ешкімді шық деп айтып жатсам жоқ. Олай шешімдер қабылданады. Әкімі бар, табыстайды.
Кездесуді пайдаланып, болашақта округтегі жұртшылықпен жүздесуге баратын жеткізген аудан басшысы жиынға тұрғындарды алаламай түгелдей кіргізуді тапсырды. Август аяғында ма, сентябрьде емес халықпен кездесу ұйымдастырамыз. Бәрі мұғалімдарға, директорларға айтады. Ешкімді шектеудің қажеті жоқ. Сен кел, сен келме, алалап, осы уақытқа дейін болдық біз шақырып. Менің кездесуім болса, мен соларды тыңдауға келдім. Білім сапасын әлі де көтеру қажеттігін, өскелең ұрпаққа сапалы білім беру керектігін айтқан Жандарбек Ермекұлы педагогтар қауымына табыс тілеп, бірқатар мұғалімдерді марапаттады. 28 тамызда Қарасай ауданына қарасты Көксай ауылында жасырын түрде арақ шарап шығарған цех әшкереленді. Алматы облысы бойынша экономикалық тергеу департаментінің берген мәліметіне сүйенсек, заңсыз кәсіпті бір топ адам бірлесе жүзеге асырған. Аталған факті бойынша Алматы облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті мен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 233 бабы 2 бөлігі бойынша жалған есепке алу, бақылау маркаларын пайдалана отырып, жасырын цехты ұйымдастыру және алкоголь өнімін дайындау бойынша қылмыстық іс қозғалды. Задержана группа лиц, осуществлявшая изготовление и реализацию алкогольной продукции с учетно-контрольными марками, не соответствующему ГОСТу, то есть самопальной водкой, которая разливалась и изготавливалась кустарным способом в домашних условиях и которую под видом заводской пытались сбыть. Жедел іздестіру шарасы барысында анықталғандай алкоголь өнімдері үй жағдайында қолдан құю арқылы жасалған. Департамент қызметкерлері бұл күні танымал арақ маркалар жапсырылған 467 бөтелке арақ, 500 дана жалған акциз маркаларын және 2 тоннадан астам спирт тәркіленді. Ішімдік жасалған шикізатқа сараптама тағайындалды. Сіз әрбір сатып алған затыңыз үшін фискалды чек талап етесіз бе? Ал тұтынушы ретінде өз құқығыңызды қалай қорғап жүрсіз? Шыны керек, біз бұл мәселеге келгенде көбінде немқұрайлық танытамыз. Осы ретте бүгін Қаскелең KZ қаламыздың бірнеше ақылы автотұрағына арнайы рейд жасап, олардың кәсібі қаншалықты заңды екенін тексеріп көрді. Чек сатып алған тауарды растайтын құжат. Сіздің кез келген уақытта сатып алған затыңызды ауыстыруға құқығыңыз бар. Онсыз сіз тұтынушы болғаныңызды дәлелдей алмайсыз. Чектің екі түрі болады: тауар чегі және фискалды чек. Тауар чегі сол кәсіпкерліктің ішкі есебін білу үшін қажет. Ал фискалды чек елімізге 2015 жылдың шілде айынан бастап енгізілген. Ол саудадан түскен қаржының нақты көрінісін көрсетеді. Сондықтан сіз түбіртекті талап ету арқылы салық орындарына тиісті қаражатты түсіріп, көлеңкелі бизнеске тосқауыл қоя аласыз. Фискалдық чекқа келетін болсақ, әрбір жеке кәсіпкер ең біріншіден салық төлемес бұрын кіріс істер органдарына келіп, өзінің жеке кәсіпкерлігін ашу керек, яғни тіркелу керек. Кейінгісінде салық кодексінің 166 бабына сай, олар қолма-қол ақша жүретін жерде міндетті түрде бақылауды кассалық аппарат болу керек. Бақылауды кассалық аппарат ол біріншіден жаңағыдай салық төлеу үшін, екіншіден қазіргі кезде осы 19 жыл, 18 жылдан бастап көптеген жұмыс атқарылып отыр. Дәл осы бақылау кассалық аппараттарына арналған. Өйткені себебі бұл біріншіден көлеңкелік экономикадан шығуға бізге беруге көптеген артықшылықтарды береді, экономикамыз толтырады. Сонымен қатар чек сұрағанда ол әрбір азаматтың былай қараша берсе өзінің міндеті болып табылады. Сіз қолма-қол ақша бердіңіз бе, сіз ол ұсынылған алған тауарларыңызға міндетті түрде чек сұрау керексіз. Ал екінші жақ чек берудің олардың міндеті. Тек қана егер ақылы тұрақтарға келетін болсақ, сіз яғни көлікпен кірген кезде сіз оларға қолма-қол ақша бересіз. Қолма-қол ақша бар жерде міндетті түрде кассалық аппарат болу керек. Олар ақша алды ма, ол сол ақшадан салық төлеу керек деген сөз. Яғни ол сол салықтың төлеуінің амалында олар сізге чек беру керек. Аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы мамандарының осы сөзін басшылыққа ала отырып, біз Қаскелең қаласындағы бірнеше ақылы автотұрақтар аралап көрдік. Біз барған алғашқы автотұрақ қызметкері бізде бәрі заңды, жеке кәсіпкер ретінде тіркелгенбіз, сұраған жүргізушіге фискалды чекті міндетті түрде береміз дейді. Дегенмен чектерін алдын ала шығарып дайындап қойған. Одан кейін біз орталық базар маңындағы ақылы автотұрақтарға бет алдық. Базар маңындағы автобекеттің бірі құжаттарымызды реттеп жатырмыз. Алдағы уақытта чек береміз деп ақталды. Алдын патентовый болды. Патент просто патентке мынандай неме істеп отыр. Қазір міне өткенде өз барған, короче, неге ауыстырған, сондайға ауыстырған, в общем, енді кассовый аппарат ол жақ требовать етіп отыр. Кассовый аппарат обязательно алуымыз керек. Бірақ әлі алған жоқсыздар, иә? Соған сол жақты өзді сол налогыдан не oldu? Ал базар ішінде орналасқан автотұрақ қызметкері чекті бақылау кассалық аппараттан көзімізше ұрып берді. Бәрі заңды. Есесіне базардың жоғарғы бетіндегі ақылы автотұрақ қызметкері бізге тиісті чекті бере алмады. Ақша ешкім жинамай ма не бүгін? Тегін ба? Жұма күні соғады. Адам көп кезде ма? Басқа кезде тегін ба сонда? Почему тегін? Тегін емес, тегін баяғыда жоқ. Кімге береміз енді ақшасын? Мен алам.
Сіз ала бересіз ба? Иә. Оның мендесің ғой, еще мен нағашыңызы боламын мен оның. 100 теңге ма сонда? Иә. Мені талон бересіздер ма? Берем. Чек бар ма? Сендерді алдап неғон? Мындай ма? Бізге мынандай фискальный чек керек еді. Оны білмеймін мен. Кімнің епісі мынау? Байбусынов дейді. Бастығы кім? Біз сөйлесек бола ма? Бастығы, этот самый. Бастығы не жерде тұрады, Көкбаяға деген кісі. Көкбаяға? Ана үйдің жоғарыда ма? Иә, жоғары көк крышасы бар, сол кісі. Бастығы. Кейбір ол менен сұрайды, сендер ақ тоймайсыңдар, сендер ақ. Несінде скоро жүрген маған неме көрсесің, мен рабочий адаммын дедім. Қайшымысың ғой, кейбір 50 теңге береді, мен қайшымысың ғой, қазір қайшыға да 50 теңге бермейсің ғой, мысалы. Сіздер уже 3-4 жыл болды ма істеп жатқанына? Иә, Мағрипа 3-4 жыл болды тұрған. Мен 1 жыл болды, мен қыстайын едім. Ендігі кезекте қаламыздың Абылайхан көшесінде орналасқан автотұраққа келдік. Бұл жолы жалғыз емеспіз. Аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлерімен бірге келдік. Қанша стоянка 100 теңге ма? Чек ештеңе емес пе? Неге? В ходе рейдовой проверки, проводимой в Карасайском районе возле автостоянки медицинского центра Жануя, здесь на платной автостоянке взимают плату 100 тенге, но при этом не предоставляют фискальный чек. Но это нарушение является 463, 284 статьи КоАПа, части 1. И при не выяснилось здесь ИП, если нету, то здесь только стоянщик говорит, хозяин должен был подъехать. Ну, мы оставим ему требования, чтобы предоставил нам документы. Если при отсутствии данный материал будет фиксироваться 463 статьей, передаваться в суд. А если без ККМ, то 284 статья КоАП РК. Міне көріп отырғандарыңыздай бірқатар автотұрақтар чек бермейтін болып шықты. Оның үстіне кейбір тұтынушылар тіпті фискалды чектің не екенінен хабарсыз. Халықтың осы осалдығын пайдаланған кәсіпкер сымақтар сауда орындарында төлем жасалған уақытта түбіртекті бермейді, ал сұраған жағдайда түрлі сылтау айтып құтылады. Сол себепті тұтынушы ретінде барған жеріңізден чек талап етуді әдетке айналдырғаныңыз дұрыс.